Жалқау мысық ертегісі. Бір үйдің мысығы бейқам өмір сүріпті. Қарны тоқ болғандықтан қимылдауға ерініпті. Жалқауланғаны соншалық, тұмсығының астынан жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға да құлқы болмайды. Ақыры тышқан оны біздің маубас деп мазақтайтын болыпты. Бір күні қожасы 2-3 қап бидайды үйіне кіргізіп, өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қояды. Көзді ашып жұмғанша қаптың тас талқанын шығарады. Жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық сытырлаған дыбыстан, тынымсыз тықырдан оянып кетеді. Сонда қаптың жібін бытырлата қырқып, дәнді күтірлете күйсеп жүрген тышқандарды көреді. Оларға ажырая қарап қойып, тамақ жеп жүрсіңдер ме деп қозғалмайды. Орнынан тұрып тышқандарды қуып жіберуге ерінеді. Қойшы, жей берсін деп жата береді. Бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты, шашылып жатқан дәнді көреді де, манаурап жатқан мысыққа жетіп барады. Мен үйде сен бар ғой деп сеніп жүрсем, тіпті үйге кірген ұры тышқандарды да ұстай алмайды екенсің ғой. Сені несіне бағамын? Одан да тоғайға апарып құтылайын деп, сақылдаған сары аязда тоғайға апарып тастайды. Өмірінде жылы үйден аттап сыртқа шықпаған жалқау мысық, әппақ қарға оранған ну тоғайды көріп, қатты қорқып